Айыртау ауданында өңірімізде бұрын-соңды болмаған пантамен емдеу қарқын алуда. Ал Есіл ауданының кәсіпкерлері жыл бойғы туризм саласын дамытпақшы. Бұл туралы туристік маусымның ашылу рәсімінде айтылды. Биыл ол Айыртау ауданында өтті. Мемлекеттің стратегиялық міндеттерінің бірі туризмді дамыту. Осыған орай Айыртау ауданында өткен өңірлік үйлестіру кеңесінің көшпелі отырысында оның даму қарқыны, кемшін тұстары мен алдағы жоспарлар талқыланды. Жиынды басқарған облыс әкімінің орынбасары Ерлан Аукенов Қызылжар, Есіл, Шалақын және Айыртау ауданында туризмге қатысты орын алған мәселелердің барлығын 1 шілдеге дейін шешуді жүктеді. Сондай-ақ Имантау туристік зонасында орын тепкен Солнечный VIP ақпар базаларының жағдайымен танысты. Жалпы биыл өңіріміздің туризм саласында біршама өзгерістер орын алмақшы. Мәселен, нұсқаушы, гид мамандарына арналған шеберлік және оқыту сағаттарын өткізу, демалушыларды тасымалдайтын көлік бағытын ашу, оларды телефон байланысы, жылдам интернетпен қамту көзделген. Осы және басқа да жоспарлармен таныса келе Ерлан Аукенов салтанатты түрде туристік маусымды ашты. Благодаря государственной поддержке стимулированию туризма. Туризмді ынталандыру жолында мемлекет көрсетіп жатқан қолдаудың арқасында Айыртау ауданының мүмкіндіктері кеңейді. Бұл жерде жаңа нысандар ашылып жатыр. Пантамен емдеуге арналған ғимараттың құрылысы бойынша арнайы жоба қолға алынған. Біздің ортақ міндетіміз туристерге қолайлы жағдай туғызу. Демалушылардың біздің өңірге келгілері келеді. Сондықтан оларға барлық мүмкіндігімізді көрсетуіміз керек. Айыртау ауданында туристік маусымның ашылу салтанаты жоғары деңгейде өтті. Қазға тартылған ақшаңқан киіз үйлермен қатар келушілер назарына сурет көрмесі, қазақ халқының ұлттық киімдері, ыдыс аяқтары мен батырлардың қару-жарақтары ұсынылды. Жергілікті әртістер әзірлеген мерекелік бағдарлама кештің ажарын ашты. Биыл айыртаулықтар демалушылардың санын арттыруды көздеп отыр. Өткен жылы 20 мың адам демалса, биыл бұл көрсеткішті 5 мыңға дейін көтермекшіміз, дейді кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Гүлмира Әбілқайырова. Ол үшін Астана-Володар станциясы бағытында электропойызын ашу жоспарланған. У нас в районе 32 объекта туризма. Біздің ауданда 32 туризм нысаны жұмыс істеп тұр. Биыл тағы біреуін аштық. Жемчужина Имантау аумағы отбасымен демаламын деушілер үшін өте қолайлы. Ал Солнечный VIP демалыс аймағында емдеу сауықтыру кешенін ашу жоспарда бар. Мақсат туристерді ауданымызға көптеп тарту. Ол үшін Астана-Володар станциясы бағытында электропойыз ашсақ деген ойдамыз. Туристік маусымның ашылу салтанатына орай Айыртау ауданында ат жарыс, қызғу ұйымдастырылып, палуандар күш сынасты. Жастар қазақтың ұлттық ойындары аударыспақ, теңге алу бойынша адам мықтыны анықтады. Ал Есіл ауданының кәсіпкерлері болса, өздеріндегі демалыс орнына шетелдік қонақтардың келуін мақтана айтуда. Мақсат уақыт өткен сайын демалушылардың санын арттыру, оларға қолайлы жағдай туғызу. На территории Сильского района Есіл ауданының аумағында Сосновобор демалыс орны бар. Оған облыс тұрғындарынан бөлек Ресей Федерациясының басқа да көршілес елдерден демалушылар келеді. Биыл демалыс орнының басшылығы бизнестің жол картасы бағдарламасы арқылы субсидия алып 2 қонақ үй кешенін салуды көздеп отыр. Бұл жыл бойғы туризм саласының дамуына әсер етпек. Айыртау ауданында орын тепкен Солнечный VIP демалыс базасының құрылысы 2008 жылы басталған. Қазіргі таңда мұнда демалушыларды бұғының мүйізінен жасалған дәрімен емдейтін панта орталық бар. Ол күніне 45 адамды қабылдауға қауқарлы. Жаз мезгілінің алғашқы айынан ақ мұнда келіп жатқан туристердің қарасы қалың. Тіпті олар үйлерді бірнеше ай бұрын броньдап қояды екен. Демалушылар солтүстік Қазақстанның табиғатына тәнті. Солардың бірі елордалық қонақ Шолпан Ғаббасова. Про эту зону можно сказать через интернет. Имантау туралы әлеуметтік желіден білдім. Бір жағында тау, екінші жағында жазық даласы бар. Солнечный VIP демалыс орны туралы естігенде тезірек келіп, осының барлығын өз көзімен көргім келді. Табиғат керемет, ал үйлер керектінің барлығымен жабдықталған. Демалысымыз өте керемет өтуде. Солнечный VIP жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы көрсететін қызмет түрін кеңейтіп, демалушылардың санын арттыруды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда мұндай 20 ағаш үй бар. Ал құрылысы енді басталған пантамен емдеу кешенінің арқасында күніне 240 адамды қабылдау мүмкіндігі тумақ. Мұнда демалумен қатар денсаулығын жақсарту мақсатында Қазақстанның және Ресей Федерациясының тұрғындары келеді. в силу наших природно-климатических условий Біздің жердің ауа райы және табиғи жағдайына орай бұғыларды ұстау мүмкіндігіміз бар. Яғни келушілерді емдеу үшін керектінің барлығы бар. Ол үшін шет жаққа барудың қажеті шамалы. Биыл алғашқы өнімізді аламыз деген ойдамыз. Пантамен емдеуді дамыту үшін арнайы кешеннің құрылысы бастадық. Сондай-ақ жаз айларында ғана емес, жыл бойы жұмыс істесек деген ойымыз бар. Ақпар аумағыда келем деушілерге қолайлы жағдай туғызып отыр. Мұнда Венеция ағылшын стиліндегі жайлы үйлер, мейрамхана бой көтерген. Күніне 200 адамға дейін қабылдай алады. Фариза Жазитова, Қуаныш Қазбеков, Ақпарат.